Соңғы уақытта қоғамдық кеңеске қатысты тақырып жиі көтеріліп келеді. Оның құрылуын жақтайтындар да, даттайтындар да жетерлік. Бірі мәслихаттың көшірмесі дейді, енді бірі осы күнге дейін бітірген түгі де жоқ дегенді алға тартады. Десе де ең көп сын оның жаңа құрамына қатысты айтылатынын патша көңілді көрермен жақсы біледі. Осы орайда аталған тақырыпқа қатысты Шымкент қаласы мәслихатының депутаты, қоғамдық кеңестің бұрынғы төрағасы Нұрғазы Бұқарбайға сұрау салып, пікірін алған болатынбыз. Азамат ретінде, депутат ретінде өз көзқарасымды бір екі позицияны мен анада байқадым. Қала әкімімен кездескен кезде біраз сұрақтар, ұсыныстар берілген екен. Сол жерде ол енді сұрақ біздің кезімізде де болған. Мен ұсыныс айтқым келіп жатыр. Жеке мүдде үшін, жеке мәселені шешу үшін қоғам кеңеске келген болса, онда ол қоя салу керек деп ойлаймын. Қоғам кеңесіне шыға салу керек деп ойлаймын. Халықтың қамын күйттеп жоғын жоқтайды деген азаматтардың арасында жеке бастың пайдасынан аса алмайтын жандар да бар ма? Олардың діттегені не? Бір өзіміздің ақсақал азаматымыз бар, қазіргі қоғам кеңесте бар. Сол өзінің баяғыдан совет өкіметтен қалып кеткен бір канализациялық бір трубалар бар. Соңында сатқысы келеді әкімдікке. Соны бірінші болып сол сұрақ қойды. Ол кезде де мен айтқам, ондай сұрақтарыңыз қоятын болсаңыз, онда қоя салыңыз қоғам кеңесіне. Бұл жерде қоғам мәселесі көпшіліктің үлкен жүгін алып жүру керексіз. Өзіңіз жеке мәселеңізді қойыңыз деп айтқам. Алайда қайтадан сол мәселе көтеріліпті. Екінші, кейбіреулер сұрақ қою үшін сұрақ қояды. Әйтеуір мен даусым шықты, мен бар екенімді көрсету үшін бізде де болатын ондай кезде біз талқылап айтатынбыз, әшейін сұрақ қоя бермейік, сұрақтың бәрін ойланып, терең бір анализдің арқасында қояйық. Себебі ол бекер сұрақ керек емес деген оймен жүрген болатынбыз. Алайда кеше тағы бір ақсақал сондай ұсыныс беріпті. Мынау балалар темір жолын қайтадан жөндеңіз деп айтыпты әкімге. Енді бұл жерде күлкілі жағдай болып тұрғаны, тура сол балалар темір жол туралы біз әкімге ұсыныс берген едік. Осы Мұрат Әйтеновке біз ұсыныс берген болатынбыз. Ол жердің орнына беговой дорожка мен велодорожканы салған дұрыс болады деп ұсыныс бергенбіз. Хат жүзінде өзіміз протоколымызда бекітілген ұсыныс бергенбіз. Неге десеңізші? Бірінші, әр іс-қимыл өзі қалада ол әр қаражат ететін зат болған екен, ол заңдылығы болу керек және тиімділігі болу керек. Бірінші, заңдылығына қарайтын болсақ, не үшін керек ол темір жолы? Қанша қаражат керек оған? Жанында 50 метр, оң жағына 50 метр, сол жағында санитарлық зона болу керек. Қазір ол жердің бәрі жеке үйлер, бизнес объекттері бар. Оның бәрін мемлекеттік мұқтажға қайтаратын болсақ, миллиардтаған қаржы кетеді. Миллиардтаған қаржы кетеді. Ол бір. Кейін не пайдасы бар ол жерде? Баяғыда ол жерде 40 жыл алдын оны соққан кезде, Асанбай Асқаров соққан кезде, ол жерде бидай, жоңышқа, арпа, жүгері, бақшалар егіліп жататын ол жақтың бәрінде. Қазір ондай көрінетін көрініс жоқ. Қазір сарайлардың артындағы сыланбаған шлакоблоктарды көресің, болды. Жеке сектордың артын сыламаған да, жаңағындай мусор болып жатқан жерлерді көресің, болды. Кімге керек ол? Жастарға керек пе? Қазір смартфон, қазір 21 ғасыр ғой. Эра технологий. Ол тиімділігі де жоқ, оның заңдылығы да келіспей жатыр. Ешқандай жағынан пайдасы жоқ болған екен. Біз өзіміз сол кезде сөйтіп ұсыныс бергенбіз. Алайда қазір ол кері басқаша пікір айтылып жатыр екен. Ол енді бұл жерде мен айтқым келеді, әйтеуір сұрақ қою үшін сұрақ қоюдың қажеті жоқ. Бірінші бірдеңе айту орын алдым, бірінші ойлану керек. Керек бол, не үшін керек? Ал баяғыдағы біздің заманда болған деген сөзді қою керек. Қазір жаңа Қазақстан, әрине кеткен нәрсе кетті. Баяғы әкімдер темір жол түгілі мектептердің жерлерінде сатып жүрген, образына говоря. Беріз берген, құрт жүрген генпланның бәрін қазір біз қайтарып, мынау развязкаларды істейміз деп, үлкен даңғыл көшелерді саламыз деп, қанша миллиардтаған қаражатты біз қайтадан сол беріліп кеткен участоктарды алу үшін бюджеттен кетіріліп жатыр. Ол кетті ғой. Оның бәрін қажет жоқ деп ойлаймын. Сол ұсынысым әйтеуір айта беруін уақыт алмай, бір тиімді, бір пайдалы іс
айтып соған нәтижесін көрсетсе деген. Көптің мүддесін ысырып қойып, қарының қамына кірісіп үлгерген құрам мүшелері шынымен де бар болса, онсыз да астынан көз ашпай келе жатқан кеңестің күні бітті деген сөз. 3 ай сайын төраға ауыстырғаннан төгенбесі тағы белгілі. Әр төраға ауызға қақпақ болып, сыйлауды талап еткенше, көптің мәселесін көсіле көтерсе, құрдымға кетіп бара жатқан кеңеске деген құрмет қалыпқа келер ме еді? Не де болса, анығын уақыт көрсетер.